Қазақстан Республикасы президентін сайлау күні әлемнің 65 елінде сайлау учаскелері жұмыс істейтін болады. Бұл туралы бүгін Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясы төрағасының орынбасары Владимир Фоус мәлімдеді. Оның айтуынша, шетелдегі отандастарымызды сайлау науқанынан тыс қалдырмау мақсатында барлық жағдай жасалуда. Еліміздің сыртқы істер министрлігі берген ақпарат бойынша, дәл сол күні өзге елдерде шамамен 20 мыңдай Қазақстан азаматы болады. Олардың барлығы 26 сәуір күні өтетін сайлау науқанына қатысады деген жоспар бар. Одан өзге Владимир Фоус дауыс берушілердің тізімін жариялау бойынша да ақпаратпен бөлісті. 5 апреля эти списки будут... Дауыс берушілердің толық тізімі сайлау учаскелеріне 5 сәуір күні тапсырылады. Ал сайлау күніне 15 күн қалғанда кез келген азамат өзінің тізімде бар жоғын біле алады. Егер дауыс беруші дауыс беру пункттерінде аты жөнін таба алмаған жағдайда, оны сайлау учаскесінің жетекшісіне хабарлап, сайлау күніне дейін ол олқылықты жоюға толық мүмкіндігі бар.